Сәлем достар, өте пайдалы, дәмі тәтті асқабақ сорпасын дайындаймыз. Бұл тағам асқабақ пен басқа да көкөністердің пайдасын, құрамындағы витаминдерді жоймай дайындалады. Яғни витаминдер сол күйінде қалады. Ол қалай дейсіздер ғой? Ол былай. Барлық көкөністерді пешке салып, 1 сағат пісіру, шамалы күйі мүмкін, дымда қылмайды. Дайын болған көкөністерді бір ыдысқа салып, сыртындағы қабығын алып, сосын үстіне сүйек сорпасын құйып, блендерлеп аламыз. Асқабақ сорпасы дайын. Бұл жерде сүйек сорпасы 16 сағат қайнатылған сүйек. Сүйектегі барлық минералдар мен витаминдер сорпада қалады. Бұл сорпаны сүйек сорпасы дейміз. Бұл тағамның ерекшелігі осы. Ал асқабақтың пайдасы енді бөлек. Айта кетсем, құрамында А, В, С, Д, Е және фолий қышқылы, кальций, фосфор сынды дәрумендер бар. Ішінде ең көп кездесетіні темір мен Е дәрумені. Ал Е дәрумені әжімді жазып, жасаруға септігін тигізеді. Дәл осындай пайдалы, дәмді тағамдарды, одан өзге пайдалы ақпараттарды іздесеңіздер, менің парақшамда бар. Жазылып лайк басыңыздар.